жаңа блок деп жатыр. Так, қараңыз. Мынада өзінде 3 положениясы бар ручкасының. Біріншісі, ортаңғысы, екіншісі, мына шеткісі, үшіншісі. Бірінші положениясында ручкасы жартылай ғой. Екіншісі до конца, үшіншісінде құламайды. Үшіншісі бізде екі этажды үйде тұратын адамдарға арналған, осы көтеріп алып, екінші этажға алып кетуге. Өйткені басқа положенияда тұрса, сіз лестницада көтерілген кезде, салбырап, еще анаусы тұрса, осы жер салбырайды. Ыңғайсыз болады. Оны айтты. Так. Мына бірінші положениясы бізде крем пелестауға арналған, өткен кейбір үйлерде табалдықтар бар, немесе мынандай шнурлар алдыда жатып қалады. Сол кезде көтеріп, немесе еңкейіп жүрмейсіз, жай ғана басасыз да, алдыңыздан өтіп кетесіз. Ал ортаңғысы матрас пелестауға арналған. Матрас бар ма үйде? Бар, иә. Кроваттың үстіне шығып жүрмес үшін мына жерге бір қайырып жүресіз, фиксация істейді. Матрас тұруға да. Мына жерден бастап аяққа дейін ұзын тасташ. Матрас сорғанда ма жатқызып қоятын ортасы? Қараңыз, мына жерінде мынандай кнопкасы бар. Не ол? Мынандай кнопкасы бар. Мына кнопкасын бассақ, мынаны көтерсек, мынау алынады. Дубинкалар болсаңыз болады, тыңдамайсыз. Алып жинап қоятын деп болсаң ба? Жоқ, оның орнына мынандай ручкасы бар, екінші запасной. Переносной ручка. Осын салып, мысалы, ауаға алып шығып, машина пелестауға болады и так далее. Естілмеді ма? Машина пелестауға болады, және тағы басқа, мысалы, көшетін жағдайда осылай салып аласыз, алып кетесіз. Жеңіл. Машинада мынаумен қақшиып тұрмайды да, просто. Тік тұрса, но ыңғайлы, удобный. Тек ручка да, анау? Переносной ручка, переносной. Бір жаққа алып шыққан кезде. Болды. Тоқтатсаңыз болады.